Достар, бүгін біз сіздермен жалпы трансформатор дегеніміз не, оның қызметі қандай деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Әрине видеоны бастамай тұрып, біздің каналға тіркеліп, лайк, комментарий, пікір қалдырып қойыңыздар. Олай болса, бастаймыз. Жалпы трансформатор дегеніміз келіп жатқан айнымалы токтың кернеуін немесе ток күшін өзгертуге арналған құрылғы болып табылады. Яғни трансформатор бұл жерде электр тогын шығармайды, тек қана реттегіш қызметін атқарады деп астын ойып тұрып жазып аламыз. Ал енді осы жердегі трансформатор бізде физикада екі физикалық шаманы өзгертеді. Біріншісі кернеу, екіншісі ток күші. Неге? Өйткені кернеу артса, ток күші азаяды, кернеу кемсе, ток күші артады деп қарастырамыз. Оны білесіздер. Ал екі физикалық шаманы өзгеріссіз қалдырады. Ол электр тогының қуаты мен және де жиілігі өзгеріссіз қалады деп қарастырамыз. Неге? Өйткені қуаттың формуласы ток күші мен кернеудің көбейтіндісі болғандықтан бұл жерде қуат идеал жағдайда өзгеріссіз қалады деп қарастырамыз. Достар, осы қысқа нұсқа видео сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Осы бір видеоны досыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий, пікір қалдырып қойсаңыздар, келесі түсіндірме видеода жолыққанша.